достар, Айдина Мадина тағы да сендермен бірге. Достар, ең біріншіден сендерді 2021 жылмен құттықтаймын. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Осы жыл тек қана бақыт алып келсін және де бүкіл армандарымыз орындалсын. Ал достар, осы видео разговорный стильде өтетін болады. Өйткені бізде сендерге айтпаған өте көп жаңалықтар бар. Сондықтан осы жаңалықтарды біз бүгін осы видеода айтатын боламыз. Ал сендерге қызық болса, кеттік! Ең бірінші және ең басты және біз үшін өте маңызды жаңалық. Достар, өздерің білесіңдер, біздің инстаграмымызды, яғни основной аккаунтымызды блокқа тастадым. 30 маусым күні бізде уже біздің аккаунтымыз блокта тұрды, ал 30 желтоқсан күні біздің инстаграмымызды блоктан шығарды. Біз үшін ол өте күшті болды, біз өте қатты ғажайып сәттердің бірі. Және де біз оны ғажайып, біздің арманымыз орындалды деген ойдамыз. Және де біз оған өте қатты қуандық. Сондықтан біздің инстаграмға тіркеліңдер, және де екінші инстаграмымызда бізде жүргізіп жүрміз. Сондықтан екі инстаграмға тіркелсеңдер болады. Біз үшін өте ғажайып сәттердің бірі болды. Сондықтан және де тура жаңа жылдың алдында ол біздің аккаунтымызды ашты. Сондықтан біз оны предновогоднее чудо деп айтамыз. Біз өзіміздің бірінші аккаунтымызды бастан өтеттік. Ура! Ешқашан үміттеріңді үзбеңдер және де армандаңдар. Сендер армандасаңдар және өздеріне сенсеңдер, бәрі жақсы болады. Бізге ешкім сенген жоқ, яғни біздің аккаунтымызды біреу ашады деп ешкім сенген жоқ. Бірақ біз 30 желтоқсан күні аштық, сол үшін бұл біз үшін үлкен бақыт болды. Және де біздің основной аккаунтымызды ашқаннан кейін біз бірден Slacky Box ойнаттық, яғни конкурс болды кішігірім, және де оны біздің фанатымыз жеңген болатын. Қазір сендер оны көретін боласыңдар. Достар, осы видеода біз өзіміздің жеңімпазымызға оның Slacky Box'ын береміз. Ал сендерге қызық болса, кеттік! Достар, біз бірінші келген болатымыз, және бірнеше минуттан кейін біздің жеңімпазымыз келді, және де біз онымен амандастық. Және де біздің жеңімпазымыздың аты Мадина болды. Біз уже подписчицамызбен кездестік, және де қазір біз оған өзінің боксын сыйлайтын боламыз. Мен бұрыннан бері қатысып конкурстарға, және де өте әділ, және де өте белсенді болу керек. Сол кезде жеңуге мүмкіндіктер көп. Так что, достар, сендер де біздің конкурстарға қатысыңдар. Біз осы жерде өзіміздің жеңімпазымызбен қоштасып жатырмыз, және де біз содан кейін үйге кеттік. Және де сол жеңіп алған қыз, ол біздің мектепте оқиды, және де бізбен бірге параллель класс болып оқиды. Біз өзіміз барып сыйлықты оған бердік, және де реакцияны сендерге түсірдік. Және де достар, егер сендер де біздің конкурстарымыздан жеңімпаз атанғыларың келсе, тез барып біздің инстаграмымызға тіркеліңдер, екі инстаграмға да, және де өте активді болыңдар. Және осы қыз жеңімпазымыз өте активді болды, ол біздің бүкіл видеоларымызға көп комментарий жазды, сондықтан үміттеріңді үзбеңдер, мүмкін сендер біздің конкурсымызда жеңетін боласыңдар. Және де достар, біз гиф туралы ойлап жатырмыз, яғни біздің бірінші именной гиф. Сондықтан күтіңдер, және де біздің инстаграмымызға бақылаңдар. Достар, көбілерін білесіңдер, біз болашақта актриса болғымыз келеді, және де сол болашақтағы арманымызды орындау үшін біз қазірден бастап жұмыс жасауымыз керек. Сондықтан біз арнайы академияға жазылдық, және де сол жерде біз өзіміздің қабілеттерімізді нығайтып, дамытып жатырмыз. Және де сол академияда біз әр күн сайын аптада 5 күн, яғни біз таңертеңнен бастап обедке дейін сол жерде боламыз, 4 сағат біз сол жерде оқимыз. Ол жерде актерский, ораторский, сахна тілі, би, вокал бәрі бар. Сондықтан біз сол жерге барып жүрміз, және де өзіміздің болашағымызды ойлап жүрміз. Кастингқа 800 адам қатысты, соның 200 ғана кастингтен өтті, яғни біздің тобымызда 20 адам. Қазір бізбен бірге 20 бала оқып жатыр.
Достар, және де мектеп туралы бастар. Өздерің білесіңдер, 3-ші тоқсанда біз онлайн оқитын боламыз, яғни дистанционны. Енді біз 2-ші тоқсанда үздік оқушы болып шықтық, яғни екеумізде де толық 5. Және де достар, тағы да біз айтып кетеміз, біздің инстаграмымызға тіркеліңдер, өйткені біз жақында гиф істейтін боламыз, именно гиф, сондықтан бүкіл жаңалық осы біздің инстаграмымызда болады. Және де міндетті түрде 2 аккаунтымызға тіркеліңдер, именно гиф туралы бүкіл ақпарат сол жерде болады. Енді достар, сендер көбісі комментте жазасыңдар, неге сендер сондай ютубқа аз видео саласыңдар деп. Осы жылға біз сендерге және де өзімізге бір мақсат қойдық, айына 2-3 видео түсіруге. Сондықтан алдыңғы уақытта бізден көп видео күтіңдер, және де бізде мотивация болу үшін сендер де бізге кері байланыстарды көрсетіңдер, яғни лайк және де коммент жазу керексіңдер. Сонда біз сендердің кері байланыстарды көреміз, және де бізде мотивация көп болады. Біз сендерге айына 2-3 рет видео түсіретін боламыз. 2021-дегі ең бірінші видеомыз аяғына жетті. Сендерге осы жылға тек қана ең бастысы зор денсаулық, ашық аспан тілейміз, және де бүкіл жақындарыңыз, өздеріңіз, отбасыларыңыз бәрі аман болсын. 21-ші жыл көп бақыт, қуаныш алып келсін. Және де ешқашан үміттеріңді үзбеңдер, армандаңдар. Біз сендерді жақсы көреміз. Міндетті түрде біздің инстаграмымызға және де осы ютуб арнамызға тіркеліңдер. Сендермен бірге болған Адина, Мадина, Твинс. Бай-бай!